Барлығына сәлем, сіздермен бірге дәрігер Аружан Балтабайқызы. Бүгінгі біздің жаңа рубрика жиі кездесетін аурулардан танысатын боламыз. Бүгінгі біздің бірінші тақырыбымыз пневмония. Пневмония күз-қыс айларында жиі кездесетін инфекциялық ауру болып табылады. Ересектердің арасында да және балалардың арасында да жиі кездеседі. Пневмония жедел инфекциялық ауру. Пневмония кезінде альвеолардың ішінде эксудация жиналып қалып, ошақты зақымданумен сипатталады. Тыныс алу жүйесін зақымдайды. Пневмония кезіндегі негізгі белгілері дене температурасының жоғары көтерілуі, әлсіздік, яғни интоксикация белгілерінің болуы, шаршағыштық, тамаққа деген тәбетінің болмауы, және де кеуде қуысындағы ауырсыну, жөтел, ауа жетіспеу, ентігу пайда болады. Пневмония өзі классификациясына келетін болсақ, аурухана ішілік және ауруханадан тыс деп бөлінеді. Аурухана ішілік дегеніміз, яғни ауруханада жатқаннан кейін түскеннен кейін пайда болады, немесе ауруханадан шыққаннан кейінгі алғашқы 48 тәуліктен кейін пайда болады. Ауруханадан тыс, яғни бұл ауруханаға жатпай ауруды айтамыз, яғни ауруханаға түспей жатып 48 тәуліктен алдын ауыратын болса. Негізінен пневмонияның жұғыл ауа тамшылы, қоздырғышы бактериялар және вирустар, көбінесе бактериалды жолмен бактериялық қоздырғыш болып табылады. Оның ішінде әртүрлі бактериялардың түрлері бар. Атипті және типті бактериялар, және сирек жағдайларда ғана саңырауқұлақтар қоздырғыш болуы мүмкін. Саңырауқұлақтар қоздырғыш болатын кездері ол өкпенің жасанды желдету аппаратын, яғни ИВЛ-ды қолданған кезде жиі байқалады. Ал негізгі қоздырғышы ол бактериялар, оның ішінде пневмокок, микоплазма, немесе стафилококк, стрептококктарды айта аламыз. Пневмония кезінде негізгі белгілері дене температурасының 38 градустан жоғарғы болуы, жөтелдің пайда болуы, қақырықтың болуы, қақырық ірің араласқан болады, және де жөтел кезінде тыныс алған кезде кеуде қуысындағы ауырсыну, ентігу, шаршағыштық, әлсіздік симптомдарына, белгілеріне шағымданады. Пневмония кезінде ең жақсы зерттеу әдісі бұл кеуде қуысының рентгенографиясы, қай жерде ошақты өзгерістердің болып жатқандығын көруге жақсы көмектесетін зерттеу әдісі болып табылады. Кейін лабораториялық зерттеу әдістеріне де қарайтын боламыз. Лабораториялық зерттеу әдістерінде негізгі қарайтынымыз бұл жалпы қан анализі, жалпы зәр анализі, биохимиялық анализ. Ол жерде негізгі қарайтынымыз сероактивті белок және де қақырықты зерттеу. Егер де бактерияның табиғатын анықтау үшін бактериялық бакпасевті зерттеуге болады, және ПЦР-ді жасауға. Жалпы қан анализінде қабынулық белгі, яғни лейкоцитоздың жоғарылауы, сояның жоғарылауын көреміз. Және де айтып кететін тағы маңызды жағдай, тыныс жетіспеушілігі болған кезде сатурация жасаймыз, яғни пульсоксиметрмен артериалды қанның оттегімен қанығу деңгейін анықтаймыз. Пневмония кезінде ентігу, яғни одышка болғандықтан тыныс жетіспеушілігі де болады. Сол себепті де сатурация төмендеп кетуі де мүмкін. Және аускультация жасаймыз. Аускультация кезінде біз крепитация, мелкобзучный хриптарды еститін боламыз. Дифференциалды диагностика жасау мақсатында немесе нақтылау мақсатында науқастың жағдайы жақсармайтын болса, емдеуден кейін немесе ауыр жағдайда науқастар болатын жағдайда, онда компьютерлік томография жасауға болады. Осындай зерттеу нәтижелерінің арқасында пневмония диагнозы нақтыланады. Пневмония диагнозы нақтыланғаннан кейін оған міндетті түрде дәрігер өзінің емін тағайындайды. Егер де бұның қоздырғышы бактериялық болатын болса, онда антибактериалды терапия тағайындалады, және де қосымша ентігуді азайтуға арналған терапиялардың барлығы жасалады. Витаминотерапия да қосымша науқастың жағдайын жақсарту мақсатында. Қорытындылайтын болсақ, пневмония жедел инфекциялық ошақты қабыну, тыныс алу жүйесінің қабыну ауруы. Негізгі белгілер дене температурасының көтерілуі, әлсіздік, кеуде қуысындағы ауырсыну, қақырықтың пайда болуы. Зерттеудің әдісі қоздырғышы бактериялар, оның ішінде пневмокок болып табылады. Пневмокок жиі жағдайда кездеседі. Және де зерттеу әдістерінің негізгісі рентген, кеуде қуысының және қан талдау анализдерін жасау керек болып табылады. Пневмония диагнозы қойылған науқастар егер де жеңіл дәрежелер болатын болса, онда амбулаторлы ем, ауыр жағдайларда болса, ауруханада стационарлық ем қабылдайтын болады. Оның емді тағайындауды емдеуші дәрігер, пульмонолог дәрігер немесе терапевт дәрігері тағайындайды.